Қазақстанның әскеридегі өліп атқан жаңағы жігіттер бойынша айтайын деп едім, бір ауыз сөзше. Менің ойымша, о жақта әскерде жаңадан келген жаңағы молодой дейді ғой, әскерлерді зорлайды екен, оказывается, бір-бірінің аузына береді екен. Сондай жаман нәрсемен айналысады, ақша сұрайды екен, ақша бермесе сөйтіп зорлап өлтіреді екен. Қанша әскер біздің армиядағы жас сарбаздарымыз өліп жатыр. Неге? Себебі ол жақта парақорлық шіріп кеткен жүйенің кесірінен. Былай айтқан кезде ол барған сарбаздар білмейді ғой ол жердің системасын ше. Ол жерде системада бәрі парақор. Себебі Тоқаев, Назарбаевтың шіріген жүйесі сондай қадамға апарады адамдарды ше. Сарбаздар былай айтқан кезде еліме, жеріме қызмет қыламын деп барады, бірақ соңында солға шабытпен барып, табытпен келіп жатыр ғой. Неге десеңіз, парақорлық, сонда шірген жүйенің кесірі. Ол үшін не істеу керек? Менің ойымша, былай айтқан кезде түпкілікті реформа керек біздің мемлекетке. Тоқаев, Назарбаевтың 35 жылғы шірген жүйесін ауыстырып, жаңадан парламенттік демократиялық республика құрып, дамыған мемлекетке айналуымыз керек. Ол әскердегі сарбаздар мына шірген жүйені ауыстырмасақ өле береді, зорлана береді. Бір жылда 500 әскер өлеткен. 500 әскер бір жылда Қазақстанда соғыссыз, ешқандай мирное время, бейбіт заманда қайтыс болады. Неге? Себебі айналып келген кезде парақорлық, Тоқаев, Назарбаевтың шірген жүйесі. Сол үшін олар әскерде, армияда өлмесін, сарбаздар өлмесін дейтін болсақ, түпкілікті реформа керек біздің мемлекетке. Сол ағайындар. Енді әскерде қайтыс болған сарбаздардың әке-шешелеріне мен шын көңіліммен, шын ниетіммен көңіл айтам. Имандары жолдас болсын. Енді ол кісілер келешекте мүмкін елін қорғаған, жерін қорғаған батыр деген атақ беретін шығар деп ойлаймын оларға. Лайықты шығар, себебі бейбіт күнде жүріп, олар соғыссыз-ақ армияда жаңағы зорланып, сол итпен құсқа таланып қайтыс болғадыр. Өте өкінішті. Сол әскерде қайтыс болған сарбаздардың әке-шешелерін айтарым, ата-аналарын айтарым. Тоқаев, Назарбаевтың шірген жүйесін ауыстырмай, осы нәрсе қайталана береді. Біз ол үшін тек қана бейбіт шеруге шығу керек. Бейбіт шеруге шығып, мына шірген жүйені ауыстырайық. Алға Қазақстан.